аңыз екеуі. Сөйтіп Алла Тағала олардан ұрпақ шығарады жердің бетінде. Қаншалаған ерлерді, қаншалаған әйелдерді жердің бетіне тарата бастады дейді. Адам алейхиссалам осы тура жолмен, осы нұсқаумен өзінің ұрпақтарын басқарып, соларға жетекші болып, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, Адам алейхиссалам мен Нух пайғамбардың арасы 10 буын дейді. Ашарата құрун деп келген, тілдік мағынада 10 ғасыр. Бірақ біздегі ғұрыптағы ғасыр деген сөз ол 100 жылды қамтиды. Ал енді ол кездегі адамдардың ғұмыры, мысалы Адам алейхиссаламның ғұмырының өзі жаңағы 1000 жылдан тұрған ол кезде. Нух пайғамбардың өзі Алла жолында шақыруына кеткен жылдың өзі 950 жыл. Сондықтан Адам алейхиссалам мен Нух пайғамбар шығатын күнгі уақытқа дейін